Келесі адам, кіре берсеңіздер болады. Так, Айжеміс Маратқызы, жалпы жаман емес. Резюмеңізді оқып шықтым. Жоғары бөлімді екенсіз, дипломыңыз да қызыл екен. Бірақ десек те, стаж жоқ десек те болады. Дұрыс айтасыз. Бірақ сенім артсаңыз, сенімнен шығатыныма уәде берем. Дұрыс, барлығы о баста солай келеді ғой. Сосын соңында сол сенім де таппай қаламыз. Өзіңіз білесіз, біздің компания мемлекеттік сектор, жауапкершілігі де жоғары. Соны біліп келіп отырмын. Жарайды онда, стажировкадан өтесің, дальше посмотрим. Түсіндім. Жақсы, рахмет. Әлгі стажер не болды? Жалпы жұмыс барысы қалай екен? Бәке, негізі стажер өте жақсы, сауатты, бөлім басшылығына келіп тұр. Негізі ол орын мықтыларға ғана беріледі. Ал мықтылық тек біліммен ғана есептелмейді. Оны өзің де білетін шығарсың. Әрине, бәке. О, міне күткен адамымыз да келді. Келе ғой, отыра ғой Айсұлу. 3 ай бойы өзіңіз тапсырған жоба бойынша жұмыс жасап, бір қатар кемшіліктерді тауып, мекеменің дамуы үшін бір қатар жобаларды әзірлеп қойдым және экономикалық тұрғыда үнемдеуге болатын біраз жерлерді қарастырдым. Сен тұра тұр. Так, бірнеше ай бойы жауапты қызметке және де бөлім басшылығына біз адам іздедік. Оған таласқандар өте көп болды. Оның ішінен жаңағы біз конкурс арқылы өткен адамдардың біразын қарап шықтық. Ішінен және де соның ішінен таңдау жасадық. Біз осылайша көп іздене келе осы орынға Айсұлу лайық деп таныдық. Ал Айсұлу, сізді жаңа қызметіңізбен шын жүректен құттықтаймын. Алдағы жұмысыңызға сәттілік. Ал Айжеміс қарындасым, сен ренжімейсің. Сенде білім мықты болғанымен, бірақ міне жетіспейді. Ал бізде білімнен де бөлек басқа дүниелерде сарапқа салынады. Алдағы уақытта бағыңыз жанар. Рахмет. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Ал міне, жиенің жақсы болуы нағаштан деген. Қазақ қалай тауып айтқаны, соның бір дәлелі Айсұлу қызымыз өзінің арқаңда дипломның жемісін жейін деп отыр. Сізден ағашым барына қуанамын. Ағалар жасай берсін. Қолда барда қонышыңнан бас деген де бар Жездеке. Күдікті Бақытжан Еркінұлы мен күдікті Айсұлу Талғатқызы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 189 бабы 4 бөлігінің 2 тармағы бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңының 27 бабы 7 бөлімімен ұйымдасқан түрде аса ірі көлемде мемлекет қаржысын талан-таражға салғаны үшін айыпты деп танылып 7 жылға бас бостандықтарынан айырылады.